Мағжан Жұмабаев. Педагогика. Тарту. Қазақтың қаны бір, жаны бір жолбасшысы мұғалім. Еліміздің аз ғана жылдық ояну дәуіріне баға беру үшін алты алаштың баласы бас қосса, қадірлі ор мұғалімдердікі. Бірге оқысқан жылдарымыз бір, жолымыз бір қазақ мұғалімдері. Қолымнан келген осы еңбегімді сендерге тартуғылам. Ниетімнің тазалық үшін тартуымды қабыл көріп алыңыздар. Мағжан Жұмабаев. Сөз алды. Бұл кітап 2 жыл бұрын қысқа уақытта мұғалімдер курсында оқылған дәрістерден түзілген еді. Бұл күнге шейін басылып шығып жарық көре алмады. Бұл айып менікі емес, бүлінген замандікі. Кітапты бір орыс кітабынан тура тәржіма деуге болмайды. Алдыма бір кітапты жайып қойып, бұрылмастан көшіре бергенім жоқ. Тәрбие ғылымдарын пікірлерін таңдап алуға ұмтылдым. Шамасы келгенше қазақ жанына қабыстыруға тырыстым. Көп пайдаланылғаны Рубинштейн, Скворцов, Смирновтардың педагогика туралы еңбектері. Бізде бұрын жасалған пән тілі болмағандықтан түрлі терминдерге тап басқандай қазақша сөз табу көп күшке тиді. Қалайда курстарда оқыған мұғалімдердің жәрдемімен таза орыс сөздері қазақшаға айналдырылды. Ал енді жиһан тілі болып кеткен шет сөздерді қазақша аударын деп азаптануды тиісті таппадым. Мен педагогика майданында бәйге алып жүрген жүйрік емеспін. Кітаптың құрылысында, тілінде түрлі ат қоюда, хатта кітаптың жалпы негізінде көп кемшіліктері болуы мүмкін. Мұғалімдер тексеріп оқып, қате жерлерін көрсетсе, сансыз рахмет айтар едім. Мағжан Жұмабаев. 1922 жыл, 15 қыркүйек, Қызылжар. Жалпы педагогика, жетекші сөз. Тәрбие деген не? Тәрбие кең мағынасымен алғанда, қандай да болса бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз. Ал енді адамзат туралы айтқанда, адамның баласын кәміл жасқа толып, өзіне өзі қожа болғанша, тиісті азық беріп, өсіру деген мағынада жүргізіледі. Жер жүзіндегі басқа жан иелерімен салыстырғанда, адам баласы туғанда өте әлсіз, зағып, осал болып туады. Малдың төлі туа сала аяқтанады, тауықтың балапаны жұмыртқадан жарылысымен жүгіріп кетеді, ал адам баласы туғанда еңгелаған айғайым бол бір кесек ет. Ақылы, есі жоқ, денесі тым әлсіз, өсуі, ұлғаюы тым саран, тым шабан. Мінеки адам баласы осылай өте әлсіз болып туып, аса саран өсетіндігінен оның денесіне, жанына азық беріп, өсуіне көмек көрсетпей, яғни оны тәрбие қылмай болмайды. Тәрбие бөлімдері. Тәрбие 4 түрлі: дене тәрбиесі, ақыл тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі және құлық тәрбиесі. Егер де адам баласына осы 4 тәрбие тегіс берілсе, оның тәрбиесі түгел болғаны. Егер де ол жөпшеңдістік, суық, аштық, жалаңаштық сықылды тұрмыста жиі ұшырайтын көріністерді елемейтін мықты, берік денелі болса, түзу ойлайтын, дұрыс пішетін, дәл табатын, дұрыс ақылды болса, сұлу сөз, сиқырлы үн, әдемі түрден ләззат алып, жаны толқынданарлық болса, жамандықтан жаны жиреніп, жақсылықты жаны тілеп тұратын құлықты болса, міне осындай болғанда адам баласын дұрыс тәрбие алып, шын адам болғандығы. Балам адам болсын дейтін атаны осы 4 тәрбиені дұрыс орындасын. Бала аурулы, зағып болса, баладан емес, тәрбиешіден. Бала тар ойлы, ақымақ болса, бала кінәлі емес, тәрбиеші кінәлі. Бала сұлулықтан ләззат ала білмейтін мылқау жанды болса, бала айыпты емес, тәрбиеші жазалы. Бала істеген жауыздықтың жазасын тәрбиеші көтерсін деген Иран елінің мәтелі шын, дұрыс мәтел. Тәрбиеден мақсат. Тәрбиеден мақсат адамды және сол адамның ұлтын, аса барлық адамзат дүниесін бақытты қылу. Ұлт мүшесі әрбір адамды бақытты болса, ұлт бақытты. Адамзат дүниесі мүшесі әрбір ұлт бақытты болса, адамзат дүниесі бақытты. Қысқасын айтқанда, тәрбиеден мақсат адам деген атты құржала қылып жапсырмай, шын мағынасымен адам қылып шығару. Педагогика қандай пән? Біз жоғарыда адам баласын тәрбиеге мұқтаж екендігін, оған қандай тәрбие беру керектігін, және ол тәрбиені не үшін беру керек екендігін айттық. Тәрбие керек. Бірақ балаға дұрыс тәрбиені әрбір тәрбиеші, ата-ана, мұғалім, тәрбие жолын ешкімне үйренбей-ақ, еш тәрбиені оқып білмей-ақ өз бетімен бере ала ма? Әркім өзі-ақ жолын тауып кеткендей, бала тәрбиесі соншама бір жеңіл нәрсе ме? Жоқ, олай емес. Бала тәрбиесі бір өнер. Өнер болғанда ауыр өнер. Жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Баланы дұрыс тәрбие қылу үшін әркімнің өз тәжірибесі жетпейді. Басқа адамдардың тәжірибесімен танысу керек.
сол басқа адамдардың тәрбие майданындағы тәжірибелерін көрсеткен жеке бір пәнімен, яғни тәрбие пәнімен таныс болу керек. Тәрбие пәні педагогика деп аталады. Педагогика грек елінің сөзі пайда бала, гогеке жетектеу деген екі сөзден құралған. Баяғы Грецияда балаларды бағып мектепке алып келіп жүретін кәрі құлдар педагог деп атаған. Педагог деген аттың бұрын мақтаулы болмағандығы осыдан көрінеді. Бірақ соңғы заманда пән ғылым үшін адамзат өнерленген сайын педагог деген ат қадірлі, қасиетті болып барады. Педагогикамен жақсы таныс болудың керектігі. Бала тәрбие қылғанда әрбір тәрбиешінің алдымен қолданатын жолы өз тәжірибесі. Яғни бала күні өзі қандай тәрбие алғаны және баланы бұрын өзі қалай тәрбие қылғаны. Міне осы жолмен жүреді. Әрине бұл жолды тіпті қисық жол деуге болмайды. Қисық болу былай тұрсын, тәрбие туралы әрбір тәрбиешінің өз тәрбиесі аса қымбат нәрсе. Адамның өз тәжірибесі жүріп келген жолы, ол жолдың жақсы жаман жағы көз алдында сайрап тұр. Естігеннен көрген анық, көргеннен бастан кешкен анық. Бірақ бұл әркімнің өз тәжірибесі қанша қымбат болғанымен қатесі жол деуге болмайды. Бір адамның тәжірибесі тым тар, тым бір бетке тәжірибе. Тәрбиешінің өзіне қолайлы болған жолы тәрбие қылатын балаға қолайлы болмауы мүмкін. Тәрбиеден мақсат баланы тәрбиешінің дәл өзінде қылып шығару емес, келешек өз заманына лайық қылып шығару ғой. Баланды өзімдей бол деп үйретпе, өзімдей болма деп үйрет деген Әзірет Әлінің сөзіне көп шындық бар. Бұл бір. Екінші, әр тәрбиешінің қолданатын жолы ұлт тәрбиесі. Әрбір ұлттың бала тәрбие қылу туралы ескіден келе жатқан жеке-жеке жолы бар. Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері сыналып, көп буын қолданып келе жатқан тақтай жол болғандықтан әрбір тәрбиеші сөз жоқ ұлт тәрбиесімен таныс болуға тиісті. Және әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты үшін қызмет қылатын болғандықтан тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті. Бірақ ұлт тәрбиесін ұлттық тәрбие жолында ұстаған жолын түгелімен дұрыс деуге болмайды. Ұлт тәрбиесінің жақсылық жағы көп болған сықылды, жамандық жағы да көп. Талай нашар, зиянды әдеттер әрбір ұлт тәрбиесінде толып жатыр. Баяғыдан бергі ұлт тәрбиесінің ішінде ұнамсыз, зиянды әдет, жол жаралар толып жатқан ұлттың біреуі біздің қазақ. Қысқасы, ұлт тәрбиесі қанша қадірлі, керек жол болғанмен адастырмайтын дұрыс жол деуге де бола бермейді. Жоғарыда айтқаннан көрінеді, балаға шын дұрыс тәрбие беру үшін тәрбиешінің өз тәжірибесі және ұлт тәрбиесімен таныс болу жетпейді екен. Бұлар бір бетке шикі тәжірибелер. Бұлар сыннан өткізіліп пісірмеген күйде берік негіз бола алмайды. Бұлардың арасынан жақсы жаманын алтын мен мысын айырып ала білу үшін тәрбие майданындағы шынығып ысылған тарландардың тәжірибелерімен, түрлі ұлттан, түрлі заманда шыққан тәрбие ғалымдардың ойларымен, қысқасы, тәрбие туралы дұрыс жолға түсу үшін тәрбие пәнімен, яғни педагогикамен жақсы таныс болу керек. Педагогикаға жәрдемші пәндер. Педагогика адам денесін және жанын дұрыс тәрбие қылу жолдарын үйрететін пән болғандықтан, педагогика пәнімен дұрыс пайданы білу үшін, екінші түрлі айтқанда, адамды дұрыс тәрбие қыла білу үшін адамның денесі және жанының жайын кеңес қылатын басқа пәндермен таныс болуға тиісті. Бұл пәндер төмендегілер. Дене туралы пәндер. Анатомия. Адам денесінің құрылысын баяндайды. Денеде қандай мүшелер бар, жаратылысы қандай. Физиология. Адам денесінде болатын көріністерді баяндайды. Қан жүру, демалу сықылды. Гигиена. Саулықты сақтау пәні. Гимнастика. Саулықты бекіту үшін түрлі дене қозғалыс туралы пән. Жан туралы пәндер. Психология. Адамның жанының жайын, жан тұрмысын, жан көріністерін, жан күштерін, ақыл, қайратын, көңілдің жайын баяндайтын пән. Логика. Дұрыс ойлау жолдарын көрсететін пән. Этика. Қылық туралы пән. Педагогика бөлімдері. Педагогика пәні 5-ке бөлінеді. Бірінші, жалпы педагогика. Адамның дене және жан күштерін тәрбие қылу жолдарын көрсетеді. Екінші, дидактика. Оқытудың негізгі жолдарын көрсетеді. Үшінші, методика. Оқытудың негізгі жолдарына негіздеп, белгілі бір пәнді қалай оқыту жолдарын көрсетеді. Мысалы, мектепте қазақ тілін қандай жолмен оқыту керек екендігін үйрететін пән қазақ тілінің методикасы деп аталады. Төртінші, мектепті басқару. Бұл пән мектеп қалай салынуға, қалай басқарылуға тиісті, сыныптарға шәкірттерді қалай бөлу керек, оқу уақытын қалай белгілеу керек. Міне осылар сықылды мектеп құрылысы жұмыстарын көрсетеді.
Бесінші, педагогика тарихы. Түрлі заманда түрлі тәрбиеге адамзат қалай қараған, қандай жолдармен жүрген, тәрбие дүниесінде қандай білімпаздар өткен, олар қандай жаңа жолдарын тапқан. Педагогика тарихы осыларды баяндайды.